ұлы орыс халқының ұлы жаңағы саясаткері, ұлы диктаторы, ұлы қанішері, ұлы жаңағы Владимирдің әкесінің аты кім еді? Атаңан әлі өліп қалды ғой деймін. Өлсе өле бір, кете бір. Ұлы Владимир, ұлы Путин міне өстіп, ұлы орыс халқын әбден масқара қып, содан ұлы орыс халқының ұлы алқаштары мен ұлы жезөкшелері ереуілге шығып жатыр екен міне. Оппа, бітті міне, қарғыс дейді деген сөз бар. Қарғыс дейді деген сөз бар. Міне Қытайыңда да қарғыс дейіп жатыр. Маған кешелі бүгіндер жаңағы бір неше жаңағы әлеуметтік желіде ойбай Қытайда мына карантин аяқтайды екен, қазақтарымызды осы мына жаңа жылдың ар жақ бер жағында карантиннен шығарады екен, ақалай көкалай секебай сен мына Қытайда ойбай қырып жатыр деп айтпа, о жақта жаңағы қазақтарды ғана қамап жатқан жоқ, қытайларды да қамап жатыр, сондықтан жаңағы сен о жақта тым шуламай енді іштен етпейді енді. Біраз қазақ өлсе өлер енді, бәрі қырылып қалған жоқ енді деп көсемсіп тапты бір төте жазумен бір текст тарап жүр екен. Ол текстте оқысақ жалпы енді өстіп карантин жуырды аяқтайды, сосын майрағайда тайрағай қаулайлым деп сонымен ән айтып жүретін заман болады. Сондықтан тым етпеңдер, біраз уақыт шыдаңдар деген сияқты сөз екен. Енді осы сөзді мен айтайын. Оттаған сөз. Кеше Қытай Коммунистік партиясының орталық комитетінің мәлімдемесі Қытайдың жаңағы Weibo дейтін әлеуметтік желісінде, микроблог дейтін желісінде жарияланды. Бітті, енді қиялдамаңдар. Енді карантин аяқтайды деп қиялдамаңдар. Бұл карантин Си Цзиньпин бар кезде, кем дегенде мына Си Цзиньпин осы наурызда тағына отырып ресми түрде мына қазіргі премьер кетіп, мына сайланған жаңа премьер Ли Чаң деген орнына шығып, мына Ли Кечаң деген кетіп, содан наурызда жаңағы бәр орнына тағына жайғасқаннан кейін соны аяқтайды. Ол оттаған сөз. Бұл 5 жылға созылады. Мынау Си Цзиньпиннің бірінші, тағы 3-ші кезектегі мерзімі аяқтағанша созылады. Себебі бұл карантин ешқандай ауру жоқ. Тіпті қазіргі Қытайда тарап жатыр деген ауру ол анау омикрон. Ал омикронда бүкіл дүние жүзі тегін екпе, Құдайдың адамзатқа берген тегін екпесі деді. Неге? Омикрон өте жеңіл болады. Және жұғуы сондай тез, сақ-соқ, ол жаңа ковидтен де тез жұғып кетеді. Бірақ сондай тез, бірақ ауру жаныңды қинамайды, бірақ денең бір ауырғаннан кейін сенде ковидке қарсы иммунитет, яғни қарсылық қуат қалыптасады. Иммунитет деген адамның ауруға қарсылық қуаты. Енді қараңдар, осыншылық деңгейде болған елді неге карантин деп жауып, енді Гуанчжуды жапқалы жатыр екен. Өткенде Шанхайды жапқан. Шанхай деген енді Қытай экономикасының локомотиві. Бүкіл Қытай мәдениетінің, өркениетінің, былайша айтқанда бұқасы алдындағы, ең алдыдағы. Сол енді бұны жаңағы алып келіп Гуанчжуды жауып. Гуанчжу деген бүкіл орта шығысқа тауар жіберетін орталық, бүкіл несі. Енді осының барлығын неге Қытай істеп отыр? Енді өткенде айттық, анау тайқазан қалпына келтіріп жатыр, қайтадан коллектив асханаларды келтіріп жатыр. Коллектив асхана, мемлекеттік меншіктегі асханалар. Онда жеке меншік асханалардың өзіне жаңағы қазір мынау дағдарыс, кризис болып адамдар бара алмай жатқанда коллектив асханадан кім жұмыс жасайды? Табыс мемлекеттік. Енді қалай? Енді анау Гуңшаушы дегенді қайтадан қалпына келтірді. Гуңшаушы дегенде қамдау сауда орталықтары сатып алады. Бүкіл тауарды мемлекет біртұтас сатып алып, халыққа мемлекет біртұтас сатады. Енді бұл мемлекеттік магазиндер, былайша айтқанда. Енді мемлекеттік асхананы қалпына келтіріп, енді мемлекеттік магазинді қалпына келтіріп жатқаны бұл тап-таза социализмді қалпына келтіру. Ал адамзат тарихында жеке меншік қасиетті деген ұғым бұрыннан бар. Адамзат болғалы жаңағы жеке меншікпен өмір сүріп келеді. Капитализмнің, демократияның басты құндылығы адамдардың жеке байлығы, мүлкіне құрметтен басталады. Тіпті анау 13-ші ғасыр ма, 15-ші ғасырда Англияда патшалық дара билеушілікке қарсы заманда ең алғаш осы жаңағы меншік туралы заңды жасаған кезде Англияның бір жаңағы депутаты ма, лордтар палатасының бір ақсүйегі ма, соның жаңағы айтқан сөзі бар. Кедейдің лашығы болса дейді,
Ол лашықтан желде өтіп кетсе, суда, жаңбырда өтіп кетсе, өтіп кетсін, бірақ патшаның өзі ол кедейдің лашығына кіре алмайтын болсын дейді. Себебі ол кедейдің лашығы, кедейдің жеке меншігі. Одан жаңбыр өтсе болады, одан жел өтсе болады, бірақ одан патшаның қалауынша кіруіне болмайды. Міне, жаңбыр өтіп кететін, жел өтіп кететін лашыққа патша кіре алмайды. Яғни патша өтем деп өте алмайды. Бұл меншікке деген құрмет. Енді осы жеке меншікке, осыған қарсы Қытайда коммунистік мемлекеттік меншікті қалпына келтіру, бұл неге? Соғысқа дайындалу. Одан тағы бір сұмдыққа бар. Міне еске түсті. Си Цзиньпин кеше аяқ астынан бүкіл әскери саланы өзінің тұтасымен ала-құла әскери киім киіп алып, әскери саланы көзден кешіргенде, кеше соғысқа дайындалыңдар, соғысқа дайындалыңдар, соғыста жеңуге дайындалыңдар, бүкіл мүмкіндікті пайдаланып, бүкіл мүмкіндікті тек қана соғыс үшін жұмсаңдар деген үлкен маңызды үндеуін тастады. Енді бұны көп адамдар айтады. Алдағы Индонезияда болатын 20 үлкен мемлекеттің G20 үлкен жиналысында Си Цзиньпин менен Байден кездеседі деген сөз бар. Содан жұрттар Байденнен сұрады, Си Цзиньпинмен не туралы сөйлесесіз дегенде, біз өзіміздің редлайндарымыздың не екенін өзара ақылдассақ дейді. Яғни менің ең шегіне тоқтайтын қызыл сызығым қайсы, сенің шегіне тоқтайтын қызыл сызығың қайсы. Ең максимал біз, сен мысал маған қоятын талабың неден аспасын, менің саған қоятын талабым неден аспасын, біз соны ақылдасамыз. Қытай біздің жаңағы сауда серіктесіміз деген сияқты сөздерін айтты. Енді осыған қарсы Си Цзиньпиннің сөзі, яғни Тайваньды алу менің қызыл сызығым, мен Тайваньды алмай тоқтамайым деген сияқтағы мәндегі сөзін айтып отыр. Яғни соғысқа дайындалыңдар деп, бүкіл әскери салаға соғысқа дайындал. Си Цзиньпиннің айтатын сөз, осы соңғы кеше ғана аузынан шыққан сөзі, соғысқа дайындалыңдар деп әскери салаға бұйрық беруі, әдетте ол қалыпты демократиялы еркін елдерде ол болатын құбылыс емес. Әдетте басшылар, мысалы, естідің бе, Англия соғысқа дайындалыңдар? Жоқ. Франция айта ма? Жоқ. Германия айта ма? Жоқ. Жапония айта ма? Жоқ. Америка айта ма? Жоқ. Бұл дамыған өскен өркениетті елдерде ондай әңгіме болмайды. Тек Қытай және орыс сияқты тоталитарлық, диктатуралық, қанішерлік, импершілдік бағыттағы елдерде ғана бұл болады. Енді осындай сұмдық оқиғалардан кейін, енді Си Цзиньпиннің бұл сөзі жаңағы Байденге менің қызыл сызығым Тайвань деген әңгімені айтып отыр. Ал Байден шынында Тайваньға Қытай шабуыл жасаса үндемей қарап отыр ма? Жоқ. Ол да Тайвань менің қызыл сызығым, Тайваньға тимесең қалған талабыңның бәріне көнем, ұрдайтын технологияңды ұрда, чибіңді алам десең ал деп, ол да қарап отыр ма? Бірақ белгісіз. Енді осы дәл қазіргі осы дүниелерге байланысты Қытай мен Американың ортасында біраз әңгіме болып жатыр. Енді оны асықпай келесі лекциямда айтамын. Бүгінше осы, аман сау болыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләл.